Барлықтарыңызға ассалаумалейкум. Бүгін осындай жұмсақ, дәмді пирожкилер дайындаймыз. Ол үшін 2 кесе ыстық суға 2 кесе салқын сүт құямыз. 1 ас қасық майонез саламыз. 1 ас қасыққа толтырмай тұз, 1 ас қасық қант, араластырамыз, дрожж саламыз. Ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше картобын дайындап аламыз. Көтерілген дайын қамырымызды ұн сеуіп, қолға жабыспайтындай етіп, кішкентай бөліктерге бөлеміз. Оқтаудың көмегімен жайып, салмасын салып, түйеміз. Қызып тұрған майда 2 жақ қызарғанша пісіріп аламыз. Пирожкиларымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.